Әлден ені аңсаймын кеп сағынамын үздігіп. Ол не нәрсе білесің бе, айтшы маған күзгі бұлт. Менің жаным неніздейді дүниеден тынымсыз, ауыр оймен қауырсын мұң шексіз көкте жүздіріп. Ақ теңіздің арыстаны шығып қалса жағаға, асығады айдынына құйрығымен мұздырып. Түп-түзу боп, түпсіз көкке түссіз жіппен асылып, тізіліп ап, құстар қайда барады екен асығып. Біз білмейтін бірдемені білетіндей осылар қалың сырды қанатының қалқасына жасырып. Ақын Баянғали Әлімжановтың туған жері Көкшетау өңірі, Еңбекшілдер ауданы. Бұл атақты бір жансалдың жүрген жері. Бұл жердің асты да үсті де алтын. Кезінде тонналап алтын алынған. Көкшеде көлдің бетінде көк толқын ойнап құбылып, кемерлі жардың шетінде өмірден тұрсаң түңіліп, тұп-тұнық көкше көркінен мұздаған жүрек жылынып, қуата белге қайтарсың дүние сырын ұғынып. Ең үлкен бір керемет дүние біз кітап оқу болды. Біз кітап құмар болдық. Ағаларымыз, апаларымыздың астында оқыған кезіміз болды. Сонда шешеміз ана көріп қалады, көрпенің астынан жағып. Сөндір, көзің кетеді деп, соны жауып тастайтын кез болды. Біз үшін бұлағы кітап болды, оның ішінде батырлар жыры әсіресе. Мен өте ең бірінші қаттанғанда оқығаным Қобыланды батырдың жыры болды. Баянғали ауыл ақсақалдарының аталы сөзін бала кезінен тыңдап өсті. Көнегөз қариялардың әңгімесінен түйгендері оның көптеген шығармасына арқау болды. Менің сол бала күннің көкірегіме түйіп қалғаны қазақ және басқалар деп қарадық. Мен кереймін, мыналар қарауылдар деп, басқа деп қараған емеспін. Және менің одан түсінгенім барлық халықты бір-бірімен тең дәрежеде сыйласып, ынтымақта тұру керек, басқа жол жоқ. Сонда достық тек тең халықтардың арасында ғана болады. Баянғали Әлімжановтың бала кезіндегі армандарының бірі жазушы болу болса, екіншісі футболшы болу еді. Ауыл балалары бастар қосыла қалса, қыр астында күн ұзақ тең біл допты қуалайды. Сүрініп кетсең, түңілме қайта түрегел, сілкініп тастап серпіліп алға жүре бер. Сенен де бұрын бұдан да ауыр салмақты көтеріп кеткен ерлердің барын біледен. Балалар спорт мектебі болды, соған футболға қатысатын. Қырдың астында футбол қойып, сиыр кеп қалады, сиырға бару керек. Оған қарамай доп ойнап, шешеміз ұрсып атады, түнімен сиыр іздеп, түннің бір уағында әкелетінбіз сиырды. Сол кезде бір үлкен арман болды, осындай футболшы болсам деген. Бірақ енді ол бәрібірдей бола бермейді ғой. Сол өнер жолында келе жатырмыз енді. Жалпы қазірден бастап ойлаңдар, ертең өскенде кім болам деп. Сосын өзі армандарыңды анықтасаңдар, үлкен жол бір адымнан басталады. Міне кім болатын, қандай арманға баратындарыңды ойлап алсаңдар, сол жолға түсіп, ақырын жүре беріңдер. Талмай еңбектеңдер жандарым. Ал кеттік! Бір күні мектептен келе жатыр едім, кеудемде бір алай-дүлей, бір толғаныс, керемет бір тілмен суреттеу қиын бір не туды менде бір сәт. О туған жер деп күбірлей берем. Ішімнен бір сондай өлең келген сияқты. Не екенін өзім түсінбеймін. Екі ауылдың арасы ғой, мектебіміз келесі қырдың астында. Сол қырдың астынан келеді. Мына жақта бір жансалдың бейіті, ескі бейіттер аталарымыздың былай көрініп тұр. Біздің сол ауылға жатқан осындай бір мен көңіл күй кештім. Аңсаған адамдардың жарасымын, арнаған туған елге барасымын, қиялы көп болғанмен зияны жоқ, қазақтың менде көңіл баласымын. Кейде тоқ, кейде болдым жүдеу жадау, керек пе сөз көбейтіп бәрін санау, апырмай мен досындай болсам дейтін, тұлға көп адамзатта қадау-қадау, ешкімнің биігіне таласпаймын, өзімнің жолым жатыр тарау-тарау. Қал жақсың ба? Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Ағаш жарып аттың, айтсың ба бізде? Жарысың, қай жердің қайыңай? Сәуленікі ма? Бұландыныкі ма? Жәкеш көрейін. Баяғыда бала кезімізде жарушы осындымыз. Бісмілләх. Әкел ана, мынаны әкел. Баяғыда осы бала кезімізде, жас күнімізде ағашқа барушы әкемізбен велосипедпен баратын, мені алдырып отырғызып. Қып-қызыл шоқтың үстінде шешеміз табаннан көмеді. Сонда табаннан қып-қызыл болып піскен қызыр шетін жегіміз келіп тұрады. Қытырлақ болады, бөпенан дейді.
Сен жарып атқанын көріп, мына жерден өтіп баратқасын, мына қызығып еске алып атқаның ғой. Рахмат, істерің сәтті болсын. Менің атам Әлімжан қиссашы болған екен. Әкем жыр оқып беретін, шешем қалқаманнан бір жатқа айтатын, шәкәрім мақталмай тұрғанда. Көрген түс көзге күңгірт ойға танық, білгенге көрмесе дау бәрі данық. 1722 ит жылында қазақтың сыр бойында жүрген анық ай. Әнет бабаң ол арғынның ел ағасы, әрби әр молда ғұламасы, үлгі айтқан орта жүзге ғаділ екен, бабаңның 95-ке келген жасың ай деп өстіп айтып отыратын мысал. Баянғали Әлімжановтың әкесі Тақан қария соғыстың басынан аяғына дейін қатысып, Берлинге дейін жеткен 3 рет ауыр жараланған. Қара еңбектің адамы болды, өмір қын кетпейді. Әкемнің айтқан даналығынан сол 4 класс білімі болды, бірақ айтқан сөзінен өмір бойы ұмытпайтын сабыр дейтін. Не нәрсеге сабыр керек, сабыр. Сабыр туралы әңгіме ертегім көп айтатын. Оның қолын қылыш көтерсе, сол қолын ұстасын, сабыр дейді. Мен мінезім шапшаң адаммын. Шешеме тартқан кішкене. Баянғали Әлімжанов 1971 жылы 17-ге толмаған шағында Алматыға оқуға аттанады. Ол кезде балаларын орыс мектебіне берушілердің саны артып, қазақ тілінің болашағына күмәнмен қараушылардың саны көбейген кез. Өзгелердің күмәніне бой бермеген Баянғали анасының қолдауымен жолға шығады. 45 орынға таласқан 413 адамның бірі болып, КазМУ-дың филология факультетіне оқуға құжаттарын тапсырады. Шығармадан шалдым. Алым суға кетті ғой, мына мәшәрімен екем деп. Маған сұрақ келді. 43 жылға кетті, әлі есімде. Сәбит Дөнен Тайыптың өмірі, қызметі және творчествосы дейді. Сосын сын есім, сөйлем талдау, үшеуі. Ал Сәбит Дөнен Тайыптың өмірі мен қызметін білмеймін. Шығармасын біліп тұрмын. Амал жоқ, кететін жер жоқ, шегінетін. Келдім алдарына. Аға, мына Сәбит Дөнен Тайыптың өмірі мен қызметін білмейді екен, шығармашылығын айта берсем бола ма дедім. Сүзетін адам құсап шегініп, тұлысыз туған. Божалыста деп жүре қалып, жол басқысы. Ой, божалыста дегенсін мен боздатып жөнелейін. Сәбит Дөнен Тайыптың бозторғайы бар ғой. Сөйт бәрін талдап, енді баған ашып қойын. Ой, шырағым, мынау шығармадан шалыпсың ғой, саған 5 қоямын. Енді қалай қоям 5-ті мен саған. Енді түсіп кетерсің, мен 4 қоям деп. 4-ті қойды да бер. Сөйтсем оны қасқа басқысын Тұрсынбек Кәкішев екен. Кейін өлеңде жаздым соны. Пендесін патша құдай қолдағанда осылай кез қылады оңды адамға. Бозбала тозаң қуып кетермеді, сондағы божалыста болмағанда. Баянғали Әлімжановтың өмірінде жақсы адамдар көп кездесті. Олардың шапағатын көп көрді. Қиналған жерінде қол ұшын беріп, қолтығынан сүйеген азаматтардың әрқайсысы бір-бір тұлға. Әдеби ортаны көрдім. Әдеби ортада о кезде осы күні соғат ой біздің ақын жазушылар бәрі айтқан бүйткен жаңа заманның ағымымен жүрген бізі. Жоқ енді біраз шығармалар партия советтің несімен жазылған да болар, бірақ аның астарында үлкен ағын жүріп атты. Ұлттың рухын көтеру жолында көп еңбектер етілді. Соның ішінде мына ақындар айсының да терменің, жырдың бәрін теледидарға шығаруында сондай үлкен бір азаматтық көзқарас, үлкен бір позиция болды. Алаға қабынан жаулар тигейме, қабырғадан дұспан жалдап жүргейме, қатарланып қарыланып қайран қарт күреңге мінгейме, қабырғадан қараған достым менен дұспаным, ақыры мер достан бет дегейме. Рымғали Нұрғалиев өзі жап-жас сонда сол аудитория бір күн айтты. Қазақтың Мағжан Жұмабаев деген великий ақыны болған деді. Жазықсыз солай атылып кеткен 15 жылдан кейін ақталады деді. Қателесіпті 1 жылға, 14 жылда ақталды. Мұның Батыр Баян деген үлкен классикалық шығармасы бар. Баянғали сенің өз атыңда баян екен, соны алып қарап оқыш деді. Пушкин кітапханасының сирек кітаптар, қолжазбалар қоры деген бар, содан алып. Арбақ оқыдым, Шолпан журналына басылған екен. Баянғали Әлімжанов сол 1975 жылдан бастап, күні бүгінге дейін Батыр Баянды жырлап келеді. Автор ақталмаған тұста, бұл жырды тек Баянғалидың аузынан естіп, білгендердің өтініші орындалмай қалған емес.
Arkada жер жетпейді бурабайға, бөлінген бұйрасыпсың қарағайға. Бұлт құшып мәңгі меңзең Көкшетауға, бөлек тау ой бауырымдар анадайда. Оқ жетпес найзағия, қыран-құя, қарасаң жанның шері тарамай ма? Солардың ортасында бурабай көл, ұқсайды дөптен-көлек толған айға. Бурабай арқаралы жер еркесі, ертеде қоныс болған Абылайға. Қиын күн туған алаш баласына, шұбырып жапанның сардаласына, кез болып ақтабанға, жаудан үркіп дұшпанның қалғандай боп табасына. Күндерді сонау қара тапсырған ел тағдырын Абылайдай данасына. Арқаға аяқ салып түскен барып ек оттың орыс Қытай арасына. Сол кезде ел қорғаған Абылайдың қылсаңдазған шәтауақ моласындай. Баянғали Әлімжановтың жыршылығы бір төбе. Ол Бақтыбайдың тезек төрігі айтқанын, Сүйінбайдың тезек төрігі айтқан ұзақ үзінділерін, Қасымның өзім туралы, өзінің Байғозының жебесі, Балуан Шолақ пен Иман Жүсіп, тағы да басқа көлемді жырларды ұзақ жырлап біледі. Сол сөздің асылын теріп айту. Ең ата-бабамыздың қалдырған асыл сөзі қаншама ғой, соның ең асылын іздеп барып айту. Ол сөз солай көңілге қонып, сенің жүрегіңнен қайта жаңғырып шықса ғана ол өнер. Құр жаттап алып, бір конкурсқа бару үшін 5 күннен кейін ұмытып қалып жатсаң, ол жыршылыққа жатпайды. Сонымен мен енді ең сүйіп айтатын, жаныма жақын болып қалған Батыр Баян, Арқалық Батыр, Қобыланды Батырдың өзінің тараулары, сосын Жанақтың Рүстем Төреге айтқан енді сөздің төрі сол секілді. Баянғали Әлімжанов университетті бітіргеннен кейін Леншіл жас қазақ әдебиеті газеттерінде Жұлдыз журналында жұмыс істеді. Халық қазынасын насихаттап, терме телебағдарламасын жүргізді. Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға атақты Біржан Сара айтысын ұсынғалы отырмыз. Бұл айтыс өзінің көркемдік кестесі жағынан, идеялық биіктігі жағынан қазақ айтыстарының ішінде ең шоқтығы биік тұрған дүние екендігін қазақтың атақты жазушылары, ғалымдары тегіс мойындаған болатын. Атақты Біржан Салдың әндерін нотасымен бірге топтастырған жинақты құрастыруға Баянғали Әлімжанов үлкен еңбек сіңірді. Беу Біржан, қан тамған қылышынан хан емессің, байлықпен мансап қуған жан емессің, аққу боп аспандағы қалықтадың, соңынан ілестің де ән елестің, әндерің жұлдыздармен сырласады, көнбейді ыңғайына әр өңештің, сенің орның мәңгілік аспанда тұр, ешкімнің қаулысына зар емессің. 93 жылы Бішкек қаласында Ақтаңдай 93 деген қазақ-қырғыз ақындарының айтысы болды. Бұл бір ғаламат қызық айтыс болды. 5 қырғыз, 5 қазақ отырмыз сахнада. Өмір танымаған кісілеріміз. Өмірде қағазда аты жөн жатыр. Айтыстың арасында қырғыздың бір жігіттері шығып Манас айтып жатты. Сосын мен осы сыймайды ішіме. Айттым, маған да бола ма айтуға? Өй, білесіз бе? Қазақтар Манас айтады дегенді. Өй, шықсын депті. Деп ойлаған ғой, бір-екі ауыз айтады да қояды. Содан мен шықтым, өпілдетіп тұр 15 минутта. Шықанақта ағашпен түкті таман Түкібайдың көресін салдым ғой деп тұр. Жарылып кетті қағазға. Бір көрем. Ябанғош ойғария, ақсақалы жарқылдап, кеп айтады Манасқа, балағаздай барқылдап, қағылайын құлыным, кеше келдік Алтайдан, өбектеген қар бар, емгектеген бала бар, айылғандай қонушы, айлағандай болушы, қиырыңда қалмақ бар, қирашы ұрыс салмақ бар, маңдайыңда маңғыл бар, майданда ашар жерің тар, қағылайын құлыным, өзіңгі малды салалы, қалдая жасып. Манасты жырлау қырғыз халық үшін үлкен жауапкершілік. Манастың 1000 жылдығында Манасшы Баянғали Әлімжанов
Қырғызстанның композиторлар одағы мен Мәдениет министрлігінің Малдыбаев атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты атағына ие болды. 30 жасында шықтым мен тұңғыш айтысқа. Оны айтысқа шығам деген ұйықтасам түсімде жоқ. Bir күні Алматы мен Шымкент қаласының ақындары айтысу керек болып, Кенен Әзірбаевтың 100 жылдығында Мұхтар Әуезовтің театрының сахнасында мен өмірім мектептің классында өлең айтқан кісі емеспін. Мені естіген ғой, Баянғали өлеңшілер мені келіп Шәрібек Алдашев деген ағамыз әдебиет зерттеушісі, сол кісі сен айтысқа шық деп келді, қол қалап тұңғыш рет айтысқа шықтым. Сол жолы Баянғали Әлімжановты халық басқа қырынан таныды. Жер-жерден келген ақындардың арасында салмақты ой, салиқалы сөз айтқан ол ерекше құрметке ие болды. Ол 20 жылдың ішінде Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстанның бар түкпірінде айтысты. 216 рет айтысқа шығып, 22 рет бас жүлдеге ие болды. Онда бір жүлдегер боламыз, я бірдеңе деген ой болған жоқ. Бізде ұлттың өнері, ұлттың тілі деген үлкен мақсат мұратпен келдік. Сонда мен айтысқа алғашқы шыққанда айтқан өлеңім бар. Тоған болған ойларды бұздырғалы келгенмін, суып қалған қандарды қыздырғалы келгенмін. Кеудемдегі жалыным сөнбесін деп келгенмін, айтыс дейтін киелі қазағымның өнері өлмесін деп келгенмін. Мен осы бағытты мен өмір ұстап өттім. Алматыда өткен 10 шақты жылдың ішінде Баянғали Әлімжанов проза, сын, поэзия жанрында көзге түсіп, жыршы, манасшы, айтыскер ақын ретінде көпшіліктің көңілінен шығып үлгерді. 1987 жылы Жұлдыз журналында қызмет істеп жүргенде анасы Бәтима қатты науқастанып, перзенттік борышын өтеу үшін ол елге қайтты. Келгенде өте қиын болды бізге алғашқы кезде. Әлия екенбіз, Нұрлан кішкентай онда. Сол келіп, шешем марқұм 2 керзетік алып қойыпты бізге. Кейін бір 2 керзетікті киіп, күпәйкені киіп, қойшы бала болып шыға келдік, мал жайлаймыз. Жолдасым осы Әлия, бұл медсестра мамандығы. Сосын менің шешемді төсек тартқанда бағып күткен адам, әкем ауыр, 1 жыл 11 ай әкем төсек тартып алды. 1 жыл 11 ай соны қайыспай, қолымен көтеріп, жуындырып, тазалап, киіндіріп дегендей күтіп қолынан атқарып бүкіл елдің батасын алған адам. Алақандай ауылға сыю Баянғалиға оңай болған жоқ. Ол әдеби ортаны аңсады. Жалғыз сүйенші қалам мен қағазы болды. Араға 11 жыл салып, Көкшетауға қоныс аударып, облыстық театрға қызметке орналасты. Театр режиссерінің ұсынысымен Құдалық деген пьеса жазды. Енді біздің құдалықтың өз дәстүріміздің өзі ассимиляциядан алып кеткен ғой. Құдалықта деген әкесін танытып арақ ішу, құданы құлату, сосын жоқ қайдағы бір шылтырақ-мылтырақ үшін таласу, ұрыс керісу, ана 2 жас бұлай қалады да қырылысып. Сонымен жаңағы Құдалық деген пьесаны жаздым, 40 күн жаздым, шықпастан. Ол Көкшетау театрында қойылды, 10 жыл жүрді, 10 жыл аншылап. Біраз театрларда қойылды, сөйтіп менің драматургияға сапарым басталды. Баянғали Әлімжанов 14 пьесаның авторы. Олардың ішіндегі Қожанасыр, Қайран кемпір шалдар-ай, Оян, Қаптан шыққан қарағыз, Қазақы сайлау қойылымдары еліміздің 9 кәсіби театрында қойылды. Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық театрында сахналанған Біржан Салдың Шідері премьерасы көрерменнің көңілінен шықты. Сартана ниеттеп сүйініп жүрушем. Сүйінгенде бүкіл ел сүйініп, үлкен үміт артып отыр. Баянғали Әлімжанов драматургиясының негізгі жанры комедия. Мақсаты күлдіре отырып, ойландыру. Өмірдің келеңсіз құбылыстарынан күле отырып, жирену. Сондықтан да оның шығармаларының көбі әзілге құрылады. Көлең көсін кешқұрымға иеғып, күн еңкейіп көшкен кезде түйе бұлт, тау жайлаған орманның шетінде бір сұлу тұрақ қайынға сүйеніп. Жұмбақ ару күн ұяда ай алыс, қалың орман тұнып тұрған аяныш, бетін тақап құшақтайды аялап, ақ қайыңнан іздейм әлде таяныш. Кім біледі жанын тербеп уайымның, келер күннің ойлайм екен жайынның, әлде жәбір көрдім екен әйтеуір қыздың жүзі қабығындай қайыңның.
кейін прозаға ауысты. Оның көркем туындыларынан ақындық болмысы ашық көрініп тұратын. Өлең жазайын деп жазбайсың, өзің бір туатын сәті болады. Бір ғажап бір транс күйге кіресің ба, бір жан дүниең бар, басқа жақта жүреді. Өлең жолдары келеді, бір жол, екі жол болып келеді. Кейде құйылып соғалады, кейде туа қалады. Өмірге келген нәрестені қалай енді? Жуат, киіндіреді, қырқынан шығарып, әдемілеп, сосын бірақ көрсетіп қалды. Сол сияқты оны қырнайсың, зерлейсің, ол үлкен жұмыс керек. Шексіздіктің біледі кім мөлшерін, қиялымда жер мен көк күнді өлшедім, жете алмадым түбіне бар сезгенім, шексіз қалам мен сенің бір бөлшегің. Ой азабын арқалап сенделіптім, кетпесем де көп сырды желден ұқтым, шырылдайды шыбынжан шырқау іздеп, шырмауынан шыға алмай пенделіктің. Баянғали Әлімжанов поэзиясының тақырыбы әртүрлі. Қазақтың арыстарын, батырларын бір кістей жырлаған ол, аңыздық тұлғаларды өлеңге қосты. Оның таксидегі тағдырлар, қиянатқа қарсылық поэмалары баспасөз беттерінде жарық көріп, елде қоғамдық пікір туғызды. Мен өмір бастық болған адам емес, ешкімді басқа. Маған қазір тегін берсе де ешқандай мансапты алайын деп отқан жоқпын. Өйткені мені Құдай ақын қылып жаратқан, өнер берген, мен соны халқыма, адамзатқа беруім керек. Мен осы үшін келдім. Әр адамның өз әлемі өзінде, жүрегінде, санасында, көзінде. Ортақтасып кіре алмайды басқалар біреу кешкен өмірлік ой сезімге. Біреу көрген азаптан да рахаттан бөлек етіп өз сағатын санатқан, бір-біріне кіріктірмей кісіні Құдай қалай керемет қылып жаратқан. Бөлек сенен атанаң да, ел бала, дос та бөлек сырлассаң да мұңдана. Сезілетін анық нәрсе сен үшін шексіз ғалам ортасында сен ғана. 2006 жылы Паң Нұрмағамбет киностудиясында Баянғали Әлімжановтың сценариймен және режиссерлігімен әнмен Анаша, Аран, Айхан, Асау толқын фильмдері түсіріліп, көрерменге ұсынылды. Бүгінгі қоғамның ащы шындығын көрсететін Аран фильмінде автор бас кейіпкерді өз сомдады. Ассалаумағалейкум. Нараға. Алейкум ассалам. Жастық шағыңызды еске алып жатсыз ба? Ол Аран деген фильм осы Степняк қаласында туған жерімде түсірдім. Оған енді анау әртіске қыруар ақша керек, оны мен қайдан табамын? Бас аяқ $10,000-ға, оны маған жиенім Ержан берді, апамның баласы. $10,000 ақшаға фильм түсірдім. Бірақ ол фильмдердің мен қаны бар, біріншіден жаны бар, рухы бар. Әрине ол өзімде байқаймын кемшілігін, айтып та жатыр, оған мен қыңбаймын. Үш қызым бар, Құралай, Ақмарал, Ақкенже деген. Құралай мен Ақмарал тұрмыста, олардан Данияр, Гаухар, Асқар, Аружан деген немерелерім бар. Сосын Нұрланым үйленген, одан Абдолла, Нұрмұхаммед, Томирис, Баянғалиевтар. Тауда екен кіші көп, қандай өлген десек, жер динозавр қазақша қорқынышты кесірке. Бұл кімнің өлеңі? Атамның өлеңі. Ата, мен саған тақпағымды оқып берем. Жолақ жесі азу тұсы қылыштай, рөтіп шықса жубадыз, тұқада аңдаз бір ұшқан. Ойды, бұл кімнің өлеңі? Атаның. Баянғали Әлімжановтың балалар әдебиетіне қалам сілтеуі қажеттіліктен туындап отыр. Қай тақырыпты қозғаса да, қай салаға қалам тартса да, ақынның басты мақсаты халқының керегіне жарау. Әрбір қазақтың өзінің саясаты болуы керек дейсің. Әрбір қазақтың өзінің сондай ішінде ұлтқа деген сүйіспеншілігі. Bir басын итті асырайды. Өз басынан артылған ең болмағанды халқының бір кірпішін көтеріп, бір кірпішін қаласаң, сол да қызмет етеді. Ұлт деген сезім сонда болу керек болмаса.